саулық, елімнің денсаулығы үшін бұл саулық. Саулық тайм, елімнің денсаулығы үшін. Қош келдіңіздер, барлық тыңдаушыларымызға сәлем жолдаймыз. Сіздер денсаулық подкастына қосылдыңыздар. Бұндағы саулық тайм бағдарламасы. Онда біз физикалық және психологиялық тұрғыдан сау болу арқылы өмір сүру сапасын жақсарту туралы сөйлесеміз. Бүгін мен келгенде қалатын, бірақ біздің әл уақытымызға тікелей байланысты тақырып туралы айтқым келеді. Бұл достар сенім. Бұл біздің денсаулығымызға қалай әсер етеді? Денсаулық бір жағынан сенім. Екеуінің бір-бірімен қандай қатынасы бар? Денсаулық жайлы түсінеміз енді, әрине. Денсаулықты жақсарту үшін көп нәрселер істеу керек. Ал сенімнің оған қандай қатынасы бар? Неліктен сенім тек психикалық емес, физикалық денсаулықты сақтаудың негізі факторы бола алады? Бізбен бірге болыңыздар, бұл қызықты болады. Сонымен сенім дегеніміз не деген сұрақ туралымызда. Жалпы сенім бұл біздің басқалармен қарым-қатынасымыздың негізі. Бұл адамның опасыздық жасамайтынына немесе алдамайтынына сенімділік қана емес. Сонымен қатар қауіпсіздік пен қабылдау сезімі. Солай ғой. Біз күн сайын көбінесе оны түсінбестен адамдарға деген сенімге сүйенеміз. Жақын адамдардан мүлдем бейтаныс адамдарға дейін. Бірақ ойланайықшы бір сәтке. Біз сенген кезде біздің денемізде не болады? Қандай сезімдер пайда болады? Сенім біздің жағдайымыз биологиялық деңгейде әсер етуі мүмкін. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, біз сенімді сезінетін сәттерде стресс гормондарының деңгейі төмендейді екен. Атап айтқанда, кейде махаббат гормоны немесе сенім гормоны деп аталатын окситоцин гормоны біз сенетін адамдармен қарым-қатынас жасағанда көбірек бөлінеді екен. Келесі сенім біздің физикалық денсаулығымызға қалай әсер етеді? Енді нақты мысалдар туралы сөйлесеміз достар. Егер бізде сенім деңгейі төмен болса, қарым-қатынаста болсын немесе жұмыста болсын, бұл созылмалы стресске әкеледі екен. Біз үнемі күйзеліске ұшыраған кезде денеге не болады? Жүрек соғысы тездейді, қысым жоғарылайды, ұйқымыз бұзылады екен. Стресс иммундық жүйені бұзады және бізді ауруға осал етеді. Сенім керісінше стресс деңгейін төмендетеді. Бұл жүрекке, қан қысымына және тіпті ас қорыту жүйесіне оң әсер етеді екен. Айналадасындағылар енді оған қамқорлық жасайды деп сенетін адамды елестетіп көріңізші. Ол қиын уақытта қолдау көрсетеді. Мұндай адам өзін еркін және қалыпты сезінеді. Бұл жүрек, қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады және иммунитетті күшейтеді. Бұл жай ғана бос сөз емес достар. Әрине, ғылыми зерттеулер, көптеген зерттеулер жасап, біраз салыстырмалар, статистика келтіреді ғой. Сөйтіп адамдарға жеткізуге тырысады. Енді кішігірім өмірден мысал келтірейік сенім жайлы, сенімнің денсаулыққа қатысы жайлы. Қарапайым, бірақ көрнекі мысал келтірсек, жұмыста екі қызметкерді таныстыңыз. Олардың бірі өзінің жетекшісі мен әріптестеріне сене алатынын сезінеді. Егер ол қиындыққа тап болса, оны қолдайтынын біледі. Ол жұмысқа жақсы көңіл күймен келеді. Болашақтан қандай қиындық болса да қорықпайды мысалы. Оның тұрақты, қалыпты ұйқысы бар, мазасыздығы аз, қалыпты қысымы бар. Басқа қызметкер керісінше бұл сенімділікті сезінбейді. Айналадан күн сайын ол жұмысынан айырылып қалу мүмкін деп алаңдайды. Бағаланбайды немесе алданып қалам деп қорқады. Мұндай адамдар жиі кездеседі. Бұл оның күйзелісін тудырады, ол қалыпты ұйқуға кедергі келтіреді және оның жалпы денсаулығына әсер етеді. Зерттеулер көрсеткенде мұндай созылмалы жағдайлар тіпті инфаркт пен басқа да ауыр ауруларға әкелуі мүмкін екен. Ойланып көріңіздерші. Осында алаңдаушылық адамды неге алып келеді? Кей адамдар депрессияға ұшырайды. Жарайды, депрессия ол басқа бөлек тақырып, ол жайлы кезінде біз айтқанбыз біздің бағдарламада. Мүмкін жаңа форматта тағы бір күндері сіздермен бұл жайлы талқылаймыз. Сонымен сенім және психикалық денсаулық. Психикалық денсаулық туралы сөйлессек, қазіргі әлемде өмір ритмі тездетілген кезде сенім бізге тұрақты болуға көмектесетін маңызды
зәкірге айналады. Жақындарымызға сене алатын болсақ, мазасыздық пен депрессияны жеңу оңайырақ болады. Ойланып көріңіздерші достар. Бізді түсінетін және қолдайтын сезім психологиялық қауіпсіздікті тудырады. Керісінше, сенімсіздік эмоционалды сарқылудың көзі бола алады. Бұл мазасыздық пен депрессияға келеді. Тіпті сенім деңгейі жоғары ортада өмір сүретін адамдар, мысалы, достық және қолдау көрсететін қауымдастықтар, қант диабеті немесе жүрек жеткіліксіздігі сияқты созылмалы аурулардан аз зардап шегетін туралы делдалдар бар. Әрдайым біз негізі өзіміздің сөйлеген сөзімізге мысалы мұқият болуымыз керек. Кей кезде біз сөздің өзі де адамның денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Әр адам ойланып сөйлеу керек. Кей кезде қалжың ғой деп айтылады. Бірақ енді босқа айтылмаған ғой. Қалжыңдасаң да ойындағынды айттың деп. Ал қалжыңдап айтқанымен де ол айтқан адамға ол қатты жүрегіне тиіп, ертең ол мазасыз болуы мүмкін. Мазасыздықтан ол жөндеп ұйықтамайды, жөндеп тамақ ішпейді, оның бәрі денсаулыққа әсер етеді. Былай қарағанда қарапайым заттар. Ол жайлы біз ойланбаймыз. Бірақ денсаулыққа әр қарапайым нәрселер терең түсінетін болсақ, расына да зиян келтіреді екен. Келесі, өмірдегі сенім деңгейін қалай арттыруға болады, достар? Енді сұрақ, біз өз өміріміздегі сенім деңгейін қалай арттыра аламыз? Ең алдымен сіз өзіңізден бастауыңыз керек, достар. Ашықтық, адалдық, уәделеріңізді орындау, жауапкершілік болу керек сізде. Мұның бәрі сенім айналамыздағы атмосферасын құруға ықпал етеді. Өз сезімдеріңізбен, эмоцияларыңызды жақындарыңызбен, әріптестеріңізбен немесе достарыңызбен бөлісуден қорықпаңыз. Есіңізде болсын. Сенім бұл екі жақты процесс. Басқаларға неғұрлым көп сенсеңіз, соғұрлым сізге сенім артады. Тағы бір керемет сөзі есіме түсіп кетті. Өзіңізбен қалай қарым-қатынас жасағанын қаласаңыз, сіз де басқалармен сонда қарым-қатынас жасауыңыз керек, достар. Сонымен қатар сенім әлсіздік емес. Күш екенін түсіну маңызды. Бұл сізге зиян тигізбейтінін біле отырып, басқа адамдарға осал болу мүмкіндік. Бұл өз кезегінде біздің қарым-қатынасымыз бен денсаулығымызды нығайтуға көмектеседі. Қорытындылай келе, сенім тек абстрактілі ұғым емес. Бұл біздің денсаулығымыздың маңызды элементі деп айтуға болады. Физикалық және психикалық. Сенімді қарым-қатынас орнатуға тырысыңыз. Және бұл сіздің әл уақытыңыз қалай оң әсер ететінін байқайсыз. Стресс пен белгісіздікке толы әлемде сенім бұл жан мен дененің нағыз оазисі. Бүгін бізбен бірге болғаныңызға сізге алғыс білдіреміз. Бағалы уақытыңызды бөлгеніңізге. Егер біздің подкасттарымызды тыңдаған болсаңыз, онда ол сізге қызық екенін біз түсінеміз. Лайк басып қойсаңыз, комментарий жазсаңыз, біз сізге алғысымызды білдіреміз. Және де тіркелмеген болсаңыздар, достар, тіркеліп қойыңыздар. Өйткені келесі бағдарламаларды сіздер өткізіп алмайсыздар. Біздің подкастқа жаңа айтатындай жазылыңыздар. Осы тақырыптарды пайдалы болуы мүмкін адамдармен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқаларға да ол қызықты болуы мүмкін. Бөлісіңіз. Деніңіз сау болсын, жаратушы иестерге жар болсын, жақындағы кездесулерге дейін сау болыңыз. Біздің сабақтарымызбен толығырақ alkitab.media сайтында таныса аласыздар. Тәні саудың жаны сау.